Басқа біреуді құтқарып, өзің үнсіз ғана бізді тастап кеттің. Ұлдана Мырзуанның қайынәпкесі мұңды жазба қалдырды. Астанада үстіне кондиционер құлап қаза тапқан фельдшер. Ұлдана Мырзуанның жақындары оның жанкештілігі мен соңғы сәттерін еске алды. Бұл туралы Алаш.кз сайты хабарлайды. Ақбосаға аттағанына 20 күнде толмаған марқұмның қайынәпкесі Назерке Жайнел өз жазбасында келінінің кәсіби өмірі мен адамгершілік қасиеттерін ерлікке балады. Жап-жарық жұлдызым, әппақ келінім, бұл өмірге сыймай кеттің ғой. Алла өз қалауымен арамыздан алып қойды. Өміріңді қиып, басқа біреуді құтқарып, өзің үнсіз ғана бізді тастап кеттің. Сен біздің мақтанышымызсың, сен нағыз батырсың, деп жазған. Ұлдана Мырзуанның қазасы елдің жанын түршіктірген ауыр трагедия. Әлі отбасылық өмірге жаңа қадам басқан, алда талай жоспары бар жас келіншектің аяқ астынан опат болуы, қайынәпкесі жазғандай, шынымен де өмірге сыймай кеткен жарық жұлдыздың сөніп қалуы сияқты. Ең ауыр нәрсе оның біреуді құтқаруға ұмтылып, өз өмірін қатерге тігіп, ақыры ажалға себеп болған жағдайға тап болуы. Бұл көп адамның қолынан келе бермейтін жанқиярлық. Қайынәпкесінің жүрекпен жазған сөздері де осыны дәлелдейді. Жақындары үшін ол жай ғана келін емес, қайсар жүректі, адамдық борышын бірінші орынға қойған шынайы батыр болып қалды. Бұндай оқиғалар қоғамға үлкен сабақ, қауіпсіздік ережелері, жұмыс орнының жауапкершілігі, техника қауіпсіздігі деген мәселелерді қайта қарауға түрткі болады. Ең бастысы марқұмның туған туыстарына жанашырлық танытып, артық сөз айтпай, ресми тергеуді күту. Алла отбасының жүрегіне сабыр берсін. Марқұмның жаны жәннатта болсын.